Сәлеметсіздер көрермендер, бүгін сіздерге табиғи жолмен іш май мен құйрық майдан тоңылап алатын майды алу жолын көрсетемін. Ұсақтап құйрық майды турап, үлкен бөлікке және кіші бөлікке осылайынан аз отта қыздыра отыра, міне қарасаңыздар, майы бөлек шығып жатыр. Майын осылай әбден шығарып аламыз. Шыжғырған майды кез келген тамаққа ет ретінде, май ретінде қосып жүрсеңіздер болады. Бөлек сүзіп алып, одан кейін қалған майын осылайынан аз-аздан шемешпе маймен біріктіре отыра, подсолнечный маймен тамаққа қатсаңыздар болады. Не болмаса, осылайынан бүтіндей шемешпе май қолданғыларыңыз келмесе, осылайынан кез келген майға қосып, майға қоспай өзің қана қуырмаш тамақтарыңызды жасасаңыздар болады. Ешқандай құрамында калориясы жоқ, зиян заттары жоқ, табиғи құйрық майдан және іш майдан алынатын май түрі осылай болады. Қазіргі данный момент менде алынып отырған май құйрықтың майы. Көріп тұрсыздар, бірте-бірте құйрық май көбейіп келе жатыр, яғни майы шығып жатыр. Міне, видео ұнаған болса, комментарий қалдырып, лүпіл басып, және сіздер табиғи жолмен қалай май алатындарыңызды пікірге жазып қалдырып кетіңіздер. Келесі видеомда жолыққанша сау саламатта болайық. Міне, табиғи калориясыз денсаулыққа өте пайдалы майымыз дайын болды. Міне осылайынан барлығын жеке-жеке өзіңіздің қалауыңыз бойынша көлеміне байланысты ыдысыңызға құйып, осылайынан қатырып қойсаңыз болады. Бұл холодильникте тіреуде етпейді. Қатқаннан кейін бұны марлыға салып, сарайыңызға іліп қойсаңыз болды. Шетінен қараңғы жерге қойсаңыз да болады, шкафтарыңыздың ішіне. Шетінен бөліп алып, кез келген майға қосып отыра, осылайынан қолдансаңыздар болады. Бұл чисті құйрық май. Және де бұл құйрық майдың пайдасы балаларға, жөтелге өте таптырмас ем. Кішкентай шайне ложканың басымен жөтеліп тұрған ұлыңызға, қызыңызға, тағы да үлкен үйдің мүшелерінде адамдарға күніне 3 уақыт шайне ложканың басымен ғана беріп отыратын болсаңыздар, өте жөтелге таптырмас ем.